Сөзіңіздің жаны бар бөке. Келешек алтын ғасырдың заманында ылғи тақуалар қалаған кезде кенерген байлық болады. Не себепті? Өйткені бәрін техника істейді. Жерді техника жыртады, барлығын. Сонда ойламайсыз, компьютерді бәрі өз ойлап жатады. Сіздің ойыңыз бір рақат, Алланың аясында ғана жүру, жұмақтың прототипі ғой. Сондай бір кеңшілік, ештеңе ойламайтын, ешкім ауырмайтын, сондай жұмақтың кәдімгі бір сәл елесі жер бетінде орнайды. Сосын барып қиямет болады деген сөз бар ғой. Сол рас. Сол кезде біз компьютерге айналмаймыз. Компьютер бәрін өзі істейтін болады. Біз бос әуреге, бос ақша санауға, не болмайтын болса, басқа бірдемеге ми қатырмайтын боламыз. Искусственный интеллект, роботизация, технологиялардың дамыған заманы ғой ол. Сол заманда олар бізге бәрі құл болады, технологияның барлығы. Біз әрқайсымыз бір ханзада болып өмір сүреміз дейді. Ол өз соған келеді жатыр. Ал егерде біз жаңағы алласпеттестікке айналып, рухпенен байланысқа айналмасақ, онда біз өзіміз робот боламыз. Жаңа сіз айтқандай, өзіміз сол калькулятормен компьютерге айналамыз. Сосын әлемдік космоспен байланысымыз үзіледі да, біз толық құрдымға кетеміз. Түкке тұрғысыз болып. Сондықтан дағы ол тажалдың программасы солай өзі. Адамзатты роботқа айналдырып жіберу. Ешқандай чувство, махаббат, андай-мындай деген түк жоқ болады. Біздің қазіргі әрекетіміз руханият әлеміне айналып кету. Сосын кейін барып жаңағы космостық адам кейпіне кіреміз.